Ассалаумалейкум, мен құрметті көрермендерім. Қалайсыздар? Мінекей шаруақтың жайлап тазалап жатырмын барлығын. Араларында құрт несімен шығып жатыр. Мына ішін әлі тазалап жатқан жоқпын. Мынандай толып қалған ғой, міне ішін көріп тұрсыздар ма? Оны айырмен қарап едім біршама. Осының барлығын тазалаймыз, сәйлеп. Жем салғызымызды дайындаймыз, жаздық. Мына судан толып тұр. Барлығын төгіп, тазалап бұйыртса. Сосын тауықтарымның барлығын осында кіргізетін жерім. Жем салғыш тұра беретін жер. Осы кеше енді айтқан болатын 1000 теңгені тауықтарым қандай тауық аламын, соны беремін деп. Манағыдай тапқан адамға деп бұйыртса. Тауықтарын видеоға түсіргенде көретін боласыздар. Пәк айтпай қойдым, көп рахмет қолдап отқандарыңызға. Өзімнің бұрыннан бері сол ютубқа видео салғаннан бастап қолдап келе жатқан бауырларым, көп рахмет. Кеше комментарияда ең бірінші болып жазып жатыр барлығы. Алла разы болсын сіздерге, қолдағандарыңызға. Бұйыртса жеңімпазымызды тауықтарын видеоға түсіргенде айтатын боламын. Енді қарап отырсам, мысалы 1-2 адам бірдей қылып жазып жатыр. Кішкене сол жақтары енді кішкене қиындау. Бірақ енді ең бірінші жазған адамға міндетті түрде беретін болам. Әзірге осы міне қора тазалап жатыр. Қазір біздер шаруақтың іші қораның барлығын тазалап бұйыртса. Келесі видеода енді тауықтарымды көрсететін болам. Алла амандығын берсе, жұмысқа шақырып қалмаса тағы да. Осы бұйыртса енді ұтқан адамға енді 1000 теңгені салып жіберем. Алла бұйыртса. Ол жаны уайымдамаңыздар. Әзірге осы. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.